соғыс жылдары майдан даласында бір үйден бірнеше адам аттанып жеңісті күнді жақындатуға барын салды. Сұрапыл соғыстың зардабын қарапайым халық көріп, ері мен баласын күткен ақ жаулықты аналардың бейнеті адам айтқысыз еді. Сыр өңірінен аттанған сарбаздар қатарында менің атам Есімке Алдамжаров пен атамның ағасы Мақат Алдамжаров болды. Ерлігімен елге таныған сарбаздардың ұрпақтары есімдерін жаңғыртып, бейбіт күннің қадір-қасиетін айқын сезінуде. Жеңістің 80 жылдығы мерекесі аясында майдан даласында ерлік көрсеткен батырлар жайында баяндауды мақсат еттім. Менің атам Алдамжаров Есімке Алдамжарұлы 1916 жылы күз мезгілінде дүниеге келді. Сол кезде Германия Ресей империясына соғыс ашып, қазақтарды окоп қаздыруға алдырған кез еді. Атамның әкесі Алдамжар Толыбекұлы атам 2 жасқа келгенде ауырып қайтыс болды. Анасы Мәріштің қамқорлығында болады. Атамның анасы Мәріш Досманбет деген бейдің қызы болған. Атам 5 жасқа толғанда анасы Мәріш атамды молдаға сауат ашуға оқуға береді. Сабақтан бос уақытында атам Оспан көкесіне қолқанат болып шаруада жұмыс жасап көмектескен. Атамның айтуынша, үйге берген тапсырманы жаттамағаны үшін молда атамды шыбықпен сабап, тапсырманы жаттағанынша қиыршық майда тасқа тізерлеп отырғызған. Сол кезде майда қиыршық тас тізеге батқанда атам үй тапсырмасын тезірек жаттап алушы едім деп күліп еске алатын. 1925-1930 жылы атам Совет үкіметінің коммуналдық балалар үйінде тәрбие алып, орта білімді тәмамдады. Сол коммуналдық балалар үйінде 95% қазақ балалары аштан өлген. 1930-1936 жылы Тереңөзек станциясының почта меңгерушісі болған. 1936-1939 жылдар аралығында Казгу рабфагында оқып, география пән мұғалімі деген мамандық алған. 1939 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылып, Ашхабад қаласындағы Түркістан әскери округінде әскери борышын атқарды. Сол жылдың күзінде белофиндермен қатардағы пулеметші болып соғысқа қатысып, финнің снайперінен жарақат алған. Сол кезде финн снайперлері офицерлер мен пулеметшілерді ататын. Ленинград қаласында госпитальде емделіп шыққан соң, әскери борышын өтеуге Ашхабад қаласына қайта оралған. Ашхабад қаласында қатардағы жауынгерден старшинаға дейін көтерілген. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда кіші лейтенант атағымен взвод командирі болып соғысқа кірген. Сол жылдың қыркүйек айында Ленинград қорғанысында екінші жарақатын алды. Екінші жарақатын емдеуде Тбилиси қаласындағы әскери госпитальде жатқан. Атамның айтуынша, грузиндерді аз ұлтты халық деп соғысқа алмаған. Кешке Тбилиси паркінде күнде армяндар мен грузиндер төбелесіп, азанда парк қызыл қан болатын. Тбилиси қаласында көшеде 10 адам көрсе, соның 7-і еркек болатын. Атам 3-4 жарақатын алғанда, Омск және Томск қаласында госпитальде жатқанда, сол қалаларда көшеде 10 адам көрсе, оның 3-і еркек болатын. Оның бірі шал, бірі бала және соғыс мүгедегі болады деп айтатын. Тбилиси госпиталінен соң 1942 жылы лейтенант атағымен рота командирінің орынбасары болып, соғыста 3-ші жарақатын алып, Омск қаласының госпиталінде емделген. Госпитальден соң 1943 жылы аға лейтенант атағымен станковый пулеметный рота командирі болды. 1944 жылы капитан атағын алып, батальон командирі болды. 1944 жылы 4-ші жарақатын алып, Томск госпиталінде емделіп, отан соғыс мүгедегі болып, соғысқа жарамсыз болып қалды. 1944 жылдың аяғында 1945 жылдың мамырына дейін, Ұлы Отан соғысының аяғына дейін Сібірдің жас балдарын пулеметшілікке дайындап, соғысқа жіберіп отырған. Атамның әкеме айтуынша, Сібірдің 15, 16, 17 жасар ірі балдарын 18 жаста деп жазып, соғысқа үйретіп, дайындап, соғысқа аттандыратынбыз депті. Ұлы Отан соғысының жеңісінен кейін Московский әскери округтен Московский уголовный розыскте военный аналитик болып қызмет атқарды. Соғыстан кейін Москвада офицерлер формасын киген ұрылар көп болды. Место встречи изменить нельзя деген киносындағы Фокс сияқтылар. Олардың соғыста болмағандығын ажырату милиционерлерге қиындау болды. Ал соғыста болған адамға соғыста болған болмағандығын анықтау қиындық тудырмады. Атам 1945 жылы
ұлы жеңіс парадына қатысты. Московский военный округ офицерлер қатарында Кремльдің оцеплениясінде болды. Атам ұлы отан соғысының Ленинград қорғанысында Украина, Белоруссия, Польша, Чехословакия елдерін азат етуге қатысты. Бір жарақатында Белоруссияның орманында қараңғы түнде есін жияды. Айқайласа ешкім жоқ. Алыстан біреудің дауысы естіледі. Сол дауыс шыққан жаққа денесін әрең көтеріп, сүйрелендеп бара жатып, жарылған снарядтың терең шұңқырына түсіп кеткенде, немістің жарақат алған офицері басына пистолет тақайды. Сәлден соң неміс офицері пистолетін атама береді. Себебі олар біздің тылда болған еді. Атама сол бір сәт бір ғасыр болғандай сезіліпті. Ертесіне атам мен жарақат алған неміс офицерін санитарлар тауып алады. Сол кезде атама 7 операцияны наркозбен жасап, атам аман қалған екен. Атамның ағасы Мақат соғыстан бір қолымен шолақ болып аман келген. Атам сияқты соғыс басталғаннан соғысқа қатысқан. Соғыста қан майданды кешіп аман келгенім Алдамжар әкемнің арқасы, дейтін атам. Алдамжар бабамның әкесі Толыбекте 500 жылқы, 100 түйе, 100 сиыр, 2 отар қойы болыпты. Сол шақта бабам Толыбек байлар қатарына жатпайды екен. Атамның әкесі Алдамжар ауырып қырға шықпайды екен. Сырдың бойында мекен етіп, 30 жасында қайтыс болыпты. Сол кезде ауылға жолаушылар келіп, құдайы қонақпын, кімнің үйіне түнеп кетсем болады дегенде, ауыл адамдары Алдамжардың үйіне барып қон, саған бір қой сойып береді, деп айтатын. Толыбек бабам қырға көшкенде, атамның әкесі Алдамжар 100 тоқты алып қалып, соны көктемнен күзге дейін жолаушыларға сойып береді екен. Әкемнің сол жақсылығына Құдай маған және бауырым Мақат ағама қарасты. Балалар үйінде 95% балалар аштан өлгенде мен тірі қалдым. Соғыста қан майданды кешіп, 4 жарақаттан өлім аузынан аман қалдым, дейтін атам. 1946 жылы асқазан жарасы болып, әскерде отан соғыс мүгедегі болып ауылына қайта оралды. Ауылына келіп, Тереңөзек районысында мектеп инспекторы қызметін атқарды. Атам соғыстан кейінгі жылдарын жас ұрпақты білім нәрімен сусындатуға арнады. 1946 жылдың тамыз айынан 1947 жылдың қазан айына дейін Тереңөзекте Калинин мектебінде мұғалімдік қызмет атқарды. 1947-1948 жылдар аралығында Чапаев атындағы 7 жылдық мектептің директоры болды. 1948-1950 жылдар аралығында Тереңөзек балалар үйінің директоры, 1950-1954 жылдар аралығында Калинин мектебінде мұғалім, 1954-1961 жылдар аралығында Қызылдихан 7 жылдық мектебінің директоры, 1961-1985 жылдар аралығында номер 36 Жданов атындағы мектебінде география пән мұғалімі қызметін атқарды. Ұстаздық жолында мұғалім жетіспеушілігінен география, химия, биология, тарих, орыс тілі, дене шынықтыру пәндерінен сабақ берген. Ұлы отан соғысының ардагері. Ұлы отан соғысының 2 топтағы мүгедегі Алдамжаров Есімге Алдамжарұлы. Ұлы отан соғысында орден медальдармен марапатталды. Ерліктері: Қызыл жұлдыз ордені, 1 дәрежелі отан соғысы ордені және тағы да басқа медальдармен марапатталды. Зейнетке шығарда еңбек ардагері медалімен марапатталды. Менің атам аяулы жары Нестен әжеммен бірге 12 перзентті тәрбиелеп өсірген үлгілі отбасы. Соғыстан қайтпаған досының Нина деген қызын, Мақат ағасының бірінші әйелінен туған Төребек деген баласын және Русхан деген немересін қамқорлығына алып тәрбиелеп оқытқан. 15 баласының 10-шы жоғарғы білім алған. Қазіргі уақытта ұрпақтары еліміздің түпкір-түпкірінде әр салада қызмет атқарып жатыр. Менің атам отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі үшін қан майдан шайқаста ерлік көрсетіп, ұрпақтарына жарқын болашақ сыйлап кетті. Атамның отанына деген сүйіспеншілігі, адалдығы бізге үлгі. Сіз мәңгі елдің есінде, біздің жүрегімізде қаласыз. Атамыздың рухына бас иіп, тағзым ету біздің мәңгілік парызымыз. Оқыған немересі Арайлым Алтынбекқызы.